Бүгін Қырғыздың ұлы жазушысы Шыңғыс Айтматовтың Жәмилясын біздің Тараздағы қазақ театрының артистерінің қойылымын көріп, жүрегім толқып тұр. Бүгін мемлекет мейрамы емес, бірақ бүгінгі қойылым ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған болғаннан кейін мен осы парадный формамды наградтарымен киіп келген себебім сол. Өте орынды, өте күшті мынау труппаның қойылымы адамның жүрегіне жететін жақсы қойылым болды. Үлкен рахмет оларға. Ал енді біздің өсіп келатқан ұрпақтарымыз қандай сұрапыл соғыста, қандай қиындықтардан халқымыз жаңғыз майданда емес, тылда да жанын беріп, осындай қызмет жасап, әрқайсысы ұлы жеңісті жақындатқанын ешкім ұмытпау керек. Осы театрдың, қазақ театрдың басшыларын, артистерін келе жатқан мейраммен құттықтаймын. Еңбектері елеулі болсын. Осындай үлкен жақсы қойылымдары көп болсын. Көрермендері одан да көп болсын. Рахмет.